Ол өзінің дәлелі бар болды. Ол діннен шығып бара жатқан жоқ ол. Ол өзі ол мәселеге өзінің дәлелімен, өзінің хадисімен келіп отыр. Сол үшін діни сауат көтерілген жерде бұндай мәселелерде бірін-біріне ренжімеген еш уақытта. Енді сіздер мысалға осы жерге Алланың қалауымен келіп қалыңыздар. Пайғамбарымыздың мешітінде ертең Алла қаласа Меккеде Әл Харамда барасыз, намаз оқисыздар. Сонда қарасаңыздар, былай байқап отырыңыздаршы. Бәрі бірдей қылып намаз оқымайды. Біреу ханафимен оқып жатыр, біреу ханбалимен оқып жатыр. Не Пакистан жақтан келгендерді қарасаңдар, ханафи оқып жатады. Ішінде намазда тұрған кезде қарасаңыздар, біреулер қолын кіндіктің астына байлаған, біреу бұлай кіндіктің үстінен байлаған, біреулер қолын түсіріп тұрғандарды да көресіздер. Жаназа намазын оқыған кезде байқадыңыздар ма? Біздің жақтан келгендер Аллаху акбар дейміз да тұра береміз. Әлі ішкі дұғасын айтпаған өзінде. Бір кісілер тұрады да Аллаху акбар, Аллаху акбар деген сайын қолын көтереді. Ханафилер көтермейді, ханбалилер көтереді. Бірақ ешкіммен реніші жоқ. Және қызық болған кезде Мысырдан келген Шафии мазхабы қасында отырады. Пакистаннан келген Ханафи мазхабы отырады. Қалайсың? Мен айнанты, қаяқтансың? You from? Ағылшынша білетін тілмен сөйлесе, сыйлықтарын беріп кете береді.